Сөйтіп, жақында боялады. Кеттік. Так, покраскадан соң бір түсіріп қойайын. Так, мына бампер әлі келген жоқ. Кішігірім химчистка жасалды. Орындықтар пока кепкен жоқ әлі. Так, ана рульде бәле шешілу керек еді ғой. Так, шегірем бар. Кішігірім мусорда бар екен. Қазір шкурт етіп, мына бәрі ручкаларын бәрін жинап қойғаннан кейін полировка жасаймыз. Моторын жуып қойдым. Біраздан көрсетем. Что-то аккумуляторда слабый болып тұр, қанды ішіп тұр. Заряд жасау керек. Дискке осы дискті бояп қыстық дөңгелек кигіземіз. Домкрат қойдым дейді әдемі екен мына машина. Целый, да? Қалай, покраска нормально шыққан ба? Ана асты нормально. Жалпы жағдай жақсы көрік. Так, подклинитте жатыр. Оны жуып, салып, ручкаларын кигіземіз қазір. Потом полировкаға дайындаламыз. Орындықтар бірден кептіріп қою керек еді негізі. Күнде салқындап кетті ғой бізде Алматыда. Әр жұмыстың өзінің маманы бар бізде. Подклиниктің маманы Асылбек. Асылбек, сәлем жолдайсың ба? Сәлем жолдамайсың ба? Так что, Камри. Нормально, жиналып жатыр. Моторды осындай қылып жудым мен. Шала-шала. Нормально, алдыңыздан жақсы. Так, осы жұмыстың бәрін атқарған Дәуренге
Рахмет. Дәурен, сен үшін лайк сұрап жатырмын, брат. Вот, все хорошо. Комментарий подписан. Комментарий? Подписаться спасибо. Сөйсе, достар, естігендей. Дәуренді қолдағандар. Дәуренге сәлем жолдап қойыңдар. Багажник не болды, Дәурен? Енді жуған ғой, жігіттер ұмытып кеткен. Шаршадың ба? Завр болды, дейм. Так, аккумулятор өліп қалған, наны. Аккумулятор шешсең. Иықтап жүрген ғой, не? Қарашына, рульді сен осы кезде қисайтып қойған. Қарас дейді ғой. Жаңа машинаның щиток привар болып тұрған, не? Асыл істеген демаласың ғой. Асыл Көнебай ма? Көнебай асыл істеген. Иықтатып жібереді ғой. Сұмдық енді. Жатып істейтін болған ғой асылды қарасың. Асыл. Жатып істейді ғой, шұрықтар деген. Үйге осында түсіре бересің ғой. Жатып атқан. Жоқ, мына достар, мына шұрып машинадан шықпаған бұл. Жиналған ғой сонша уақыттан бері. Бізде де бар негізі асылы андай. Он шұрып шешсең, екеуі артылады, Иә. Үшеуі артыла ма әлі? Жоқ, екеуі. Екеуі. Так, мынаны ұмытып кетіппіз, сынып қалып мына зеркало. Ертең Эдуард ағамыздан көмек сұраймыз. Бұйырса. Қыстық дөңгелек, сол, полировка, тағы да бір мойка. Сонымен дайын бұйырса. Қайтамын ей, қабадаңғада қалған урасты. Жаңырып заман ей, жаңым баба салтын бұланды. Намысын биік сақтаған ел, қабышымды тыңдап жүрінді. Қадырын тұйып артынан ей. Так, бізде кезекте Nexia жұмысын бастадық. Өткен аптада негізі сәл ертелік айтып жүріппін мен. Аптаның ортасына дайын болады деп. Камримен ондай көп жұмыс болады деп ойламадым да просто. Так, мынау боялады. Ой, жалпы нормально. Жуып полировка жасау керек. Так, бізде Асылбекке капот ұнаған жоқ. Мынау ортасында бір кішкене зайчик ба, не деп айтады, сондай бар. Капотын қайтан бояйым деді. Негізі бұрын боялған капот. Так, сосын бамперде жұмыстар бар міне. Қазір бәрін шкурт етіп, әдемілеп покраскіге дайындаймын. Краскасын бәрін подборға беріп қойғам. Кеткен соң кейінен полировка, еще химчистка. Осы Nexia-ға отырасың. Қисық отырасың ба, что-то бір не то да, наша. Руль былай кіріп кеткен сияқты. Бірақ өзбектің өлмес көлігі деген ғой. Нормально. Так, мына жердегін алып қойдым. Оны айырбастаймыз. Так, бізде печка бәрі істеп тұр. Нормально. Так, аварий қоссаң жанбаған, ол бізде аккумулятор жазылып тұр. Так, алдың серияда айттым. Бізде кондиционер бар. Гур бар. Бірақ мынау весла. Түсініксіз. Бәрі істеп тұр, самый главный. Бұлай простой машина негізі. Nexia Priora'ның несі ғой жаңағы. Сопернигі ма. Нормально. Таза. Так, бізде қалпақтарын шешіп тастадық, қалпақ алып қойғамын. Так, қыстық дөңгелек керек. Мына жерін полировкамен алып тастаймын. Бұйырса. Сонымен машина жанады ғой бұйырса. Алдың серияда айтқан болатын, бізде бір подшипник, енді диагностика жасаймыз, ходовка полностью. Содан кейін көрінеді. Қазір шкурт етіп бастап. Асекең бүгін кеш қайтқан. Түнімен жұмыс көп болды. Мен пока мына шкурт етіп апклексін дайындап қойсам, келіп бояй салады бұйырса. Көрейік қалай болады екен.
покраскадан соң так мына накладка боялды бізде. Так лючок кигізіп қойдық. Так капот и бампер. Так мына полировкаға дейін мүмкін кішкене света бампер ақшылдау болуы мүмкін. Мынау деген сияқты. Қазір уже бізде кеш батып кетті. Қыстық дөңгелектеріне жазылып қойғанбыз. Қазір барып бұйыртса қыстық дөңгелектерін кигізіп, машинаны жудырып и полировка жасап, сонымен көлік дайын. Так, қазір қыстық дөңгелекке барам дегенше жігіттер міне билет салынды ішіне. Асыл мен осы ойымша мынау осы линзамен тұр ғой мынау. Ексия, завода линзамен ғой. Бұған ГАИ сөйлей ма не бәрібір? Переоборудование ма? По идее. Солай санала бере ма бәрібір? Ты хочешь докопаться на это. То есть галоген болу керек қой родной. Иә. Сол айттым ғой. Так, достар, в общем, жалпы сондай. Білмеймін, әйтеуір салып жатырмыз. Енді көзін ашу керек болып тұр. Бізде мақсат сол. Бірақ енді регулировкасын қоямыз ғой, мысалы корректировка жасап, мынандай көзге түспейтін қылып ше. ГАИге түсіндіріп айтамыз ғой асыл, ГАИді өздері біледі ғой, сосын тиіспейді. Так, все, установка қазір осыны қойып, ана Абай деген жігіт бар, дөңгелек ауыстыратын, сол тез бол деп отыр ғой, асықтырып отыр. Соған тезде дөңгелегін ауыстырып, машинаны Джонни химчистка деген бар, соған беріп кету керек, ішін тазалап, моторын жуып, ертеңге полировкаға бұйырса дайындық жүріп жатыр. Nexy'дің полировкасы, мынаны бағана шкурт еткем. Кішкене сеткі қалған сияқты, бірақ осындай болып шығып жатыр. Мына бірінші слойдан кейін. Так, мына жағын біттім. Енді мынаның іші сәл қараңғылау ажағырай. Пойдет. Так, мынаның көрдіңіздер ме, крыло мен капотын цвет келмей тұрған. Мына жерді мен пробный жасадым да қазір. Екеуін полировкасын. Енді свет ұқсайды. Нормально. Әдемі. Так, мына противотуманканың яны астында тұратын қара бәлесі боялып тұр. Қазір бәрін болғаннан кейін салып жібереміз. Сонымен проблемадан проблема деген бар ғой бір. Так, мынандай проблема болып тұр. Мына резбасы кетіп қалған. И мынаны да резбасы кетіп қалған ғой. Енді ертең бірдеңе ойластырамыз эстода. И бізде ар жағының ғой бір ступичный подшипник уілдеп тұрған. Сол. Бірақ дегенмен қазір полировканы бітсем бұйырса, қалпақтарын кигізіп, дөңгелегіне силикон жағып, қойып, мына жерде бір стакан кола ашып, рахаттанып көріп отырғанға не жетсін. Бітіріп тастайын мынаны. Достарым, өздеріңіз көргендей Toyota Camry'дің қандай жұмыстар жасалып жатыр, қалай жасалып жатыр деген сияқты видеолардың бәрін көрдіңіздер. Бұндай көп вложение, көп жұмыс болады деп негізі шынына келгенде біз ойламадық. Toyota Camry қаншаға келді деген сұрақтар болды. 2.800.000 теңгеге алған болатынбыз. Енді сәл де қымбатта болса да Қарағандыға барғанымыз бар жігіттермен, енді ол жерде басқа көлікке бардық қой. Сонымен енді пустой, қаластой келмейін деп Toyota Camry алған болатынбыз. Бұйырса, иншалла, бұның уже клиенті дайын тұр. Енді роликтің аяқ жағында айтып кетемін, кім алып жатыр, қанша алып жатыр деген сияқты шығындар кетіп жатыр. Енді дегенмен алдық, бітіру керек. Сол Toyota Camry ремонты бітті. Қарсаңыздар. Так, Camry, Қарағандылық Camry ремонты бітті.
Так, бұны да қыстық дөңгелектерменен дискасын боядық. Ауыстырамыз ба деп ойладық. Сонымен 15-тік 16 жесткий, енді 17 одан да жесткий. Осы дискпен қала берсін деді. Бұның енді өкіліктің клиенті бар. Сол себептен сондай жағдай болды. Так, бұл да өзінде келген билет. Түнде жарық, жақсы. Покраскадан соң енді мынау крыша бәр жер боялды. Жігіттер көрдіңіздер ғой жаңа роликте. Так, не айталам? Так, мына зазорлардың бәрі көзі жойылды. Қолдан кигенше. Так, мына крышадағы мына жерде линияны салып жіберу керек. Салон чехолын алып тастадық. Так, осындай алып жуып берді бізге. Джонни брат деген. Джонни химчистка десең бәрі таниды деп айтады өзі. Так, стоп-привердағы ақ нәрсенің көзін құрттық. Полировка жасап қойдық бетіндегі стеклосын енді әдемі. Так, мына нәрсе кетті. Орнына мынандай қойдық. Так, жігіттермен ақылдастық. Мына карбон не істейміз деп ше. Сонымен жудық, көрейік жағдайын. Егер нашар болса алып тастаймыз деді. Өйсе жуып шығып еді химчисткадан кейін. Нормально болып шықты, сонымен қалды енді. Ешкім зиян жоқ. Так, Android тұр. Так, мына нәрсенің бәрін орнын келтіреміз дегенбіз. Қазір клейге әдемілеп отырғызып жіберу керек. Сондай болып шығады. Камри. Перекупщиктің машинасы болды ғосын? Кім ойлайды? Бұлай жаны өлмейтін машинаның бірі ғосы. Бұның өткенде қызық болды ғой. Моторын мен жуам деп, мен өзім жудым да моторын. Іріттім ғой. Іріді мотор жуған кезде. Қазір айтып берем, не жағдай болған. Так, бұлай қалай жігіттер? Әдемі шыққан сияқты машина. Полировка жасап қойдық. Свежий болып тұр ғой, свежий болып. Бешмен деп тұр ғой. Так, бұл қазір сатып алған клиент туралы басқа нәрсе деген бәрін роликтің аяғында бәрін түсіндіріп айтамын. Қаншаға саттық, қаншаға көлік келді деген информацияның бәрін. Сіздерге осыны көрсетіп жүрейін деген ғой. Так, қазір мен капоттың астын көрсетіп жүрейін. Так, капоттың астын мен жудым жігіттер енді. Көрініп тұр ғой, профессионал емес адам істегенше. Так, одан кейін қызық болды ғой бұл. От алмай, оборот алмай қалды. Свечной провод жаңа кетті. 4 свеча жаңа кетті. Ана жердің бәрі тазаланды. ГРМді кеше жасикті түнімен шақырып, алып келіп, қараттық. Тағы бірден өткенде камера сияқты секіріп кетті ма деп. Ол да емес. Сонымен мынаны алып, осының орнына нені карпты құйып тұрып от алдырдық та. Енді нақадыдай бір қалыпты істей береді машина. Форсункадан емес, значит бизнес-сөздің ақау бар деп, бүгін бизнес-сөз салдық. Алланың қалауымен бітті. Енді жүрісі жақсы болып шыға келді. Ух дедім ғой, проблемадан проблема осы апта негізі біраз шаршатты. Шынын айтқанда. Осындай Camry 20 Америка. Көп кісілер сұрап еді. Енді бұның клиенті сразу табыла қалды да. Қазір айтам кім алған. Ендігі кезекте бізде тұрған өзбектің көлігі Deo Nexia болатын. Алдыңғы роликте әйтеуір аузымыз көпіріп біраз деген, ой, оны бүйтіп шығарып тастаймыз, бүйтіп тастаймыз, сөйтіп тастаймыз деп ойлап, енді бәрі де Алланың қалауымен ғой жігіттер. Ролик бізде сәл кешігіп шықты. Дегенмен енді Nexia-ны біттік. Көрдіңіздер ғой, тоже капот пен бампер боялды. Көзін аштық, машинаның жаңағы билетін салып, химчисткасын жасап қойдық, полировкасын жасап қойдық, қыстық дөңгелектерін салып деген сияқты. Енді қысқадан нұсқа Nexia-ның да финишін көріңіздер.
Так, полировкадан кейін и осымен осы Nexia-ны тамамдайық. Зазор, мордасы әдемі. Так, билет жаңа айттым, салынды. Патиотуманкасына LED салып жібердік. Патиотуманка жоқ еді ол машинада. Соны орнаттық. Мына пластмастар қайтадан қара түске бояп қойдық. Так, қыстық дөңгелек. Машина кішкене шаң болып қапты енді. Жасыртта тұр еді біраз. Жалпы ақ түс. Өткенде ана Өзбекстанға барып түсірген видеомда да бәрі ақ түсті машиналар ғой. Так, мына жерді кішкене жөндеп қойдық. Так, мына хамутты кішкене қараға бояп жүру керек, мына ақ болып көрініп тұр. Мына кожухты ауысты. Так, ана педальдар ауысты. Мыналар білесіздер, шаршап жатқан. Так, енді кулисаны ауысқаннан кейін жаңа кіргізіп жатсам мына жерге проблема шығып тұр. Кулисаны регулировкасы кетіп қалды ма, қайтадан мынау қатты бұлғаңдап тұр еді ғой бізде. Қазір орнымен тұр. Так, 1, 2, 3, 4, так, 5. Енді қазір заднийға салу кішкене қиындау болып тұр да. Соны көріп жүру керек. Сонымен көлік сатылымға шығады. Бұйыртса дайын. Так, пробегі 210 мың бұл машинада. Артыда осындай комплектациясын айттым. Гур бар. Так, и кондер бар. Бірақ анау весла. 2012 ма, 11 ма, осы Nexia-ның осындай ұнамайды да ма? Шумализация жасап тастау керек сол үшін. Так, осындай. Жалпы денсаулығы дұрыс. Әдемі болып шыға келді көлік. Нормально, өзіме ұнап тұр. Так, мен қазір кулисаны көрсетіп жүрейін. Капотты ашып. Капоттың асты, мордасы, биркасы тұр. Қатты соққа алмаған. Так, кулиса бізде мына жерде тұр ғой, жігіттер. Мына жылтыр темір тұр ғой. Өрмекшінің аяғындай болып жатқан бір бәле екен. Дәурен екеуміз салып көрдік. Қазір регулировкасы кетіп қалды, соны қайтадан қарап жүру керек. Мотор жуылды. Олай, кешір мен. Нормально, пойдет. Так, капот өзінікі. Все болды. Nexia-ны бұйыртса сатылымға шығарамыз. 2 миллион теңгеге. Кетіп қалады шығар. Кетпесе біраз тұрып кетеді деген сияқты ғой. Жақсы, көлік ұнаса лайк, коммент деген сияқты. Жақсылар, бүгінгі роликте өзінің соңына жақындап қалды. Toyota Camry'ді қаншаға саттық? Toyota Camry'ді 3 миллион 400 мың теңгеге мен досыма сатылды. Ол жігіт сол Шымкент қаласының тумасы. Осы Алматыға қыдырып келіп, көлік қарайым деген ойы болған екен. Сонымен Camry'ді көріп қалып, ұнатып, енді досым ой мың айтқанда, негізі сатылым бағасы 3,5 миллион деп алдында жігіттермен ақылдасып сондайға сатамыз деп ойлағанбыз. Енді досым болғандықтан сондай. Оған кеткен шығын жігіттер жаңа айтып отырмын ғой, 2 миллион 800 мың алынған көлік. Ол Қарағандыға барғаның бар, химчисткаң бар, тағы да не, свеча кетті, жаңағы анау мынау майда жұмыстар көп жігіттер, оның бәрі бір 300-400 мың теңге. Енді ол бізде бәрі айтып тұрмын ғой, жаңағыдай біздің өзіміздің жеке расходтарда соның ішіне кіреді, сол себептен сондай болып тұр. Альхамдулилля, қанша қалса да жігіттер енді досым мәз болып, әрмен қарай ол Camry'ді рахатына мінсін. Ендігі кезекте бізде тұрған жаңағы айтып отырмын, өзбек көлігі 2011 мекен, 2011 деп айта берейін, 2012 болса сонда адамдар қуанып кетеді ғой. Ол көлікті жігіттер енді боялған детальдары бар. Ол алдыңғы Nexia сияқты емес, боялған детальдар бар. Сол себептен оның бағасын сәл түсіріңкіріп қояйық. Енді родной краскада болса әрине бағаны потолокқа қойып отырсақ болар еді. Жалпы технический жағынан жігіттер Nexia-ның бәрі дұрыс. Ол ходовкада жасалған жұмыстар, жаңағы ступичный подшипниктер, шарвилар, граната, бір граната кеткен екен, соның бәрі. Енді қандай диагностикада ақаулар шықты, соның бәрін жөндеп, көлікті сатылымға 2 миллион деп шығарайық. Біліп тұрмын, арзанда болуы мүмкін, дегенмен жігіттер оны сатып,
алда қызықты көліктер қарап отырмыз жігіттер. Енді ол арзан көліктер осымен тоқтатуымыз мүмкін. Енді альмен қарай қымбатта көліктер, қымбат болғанда сол 5-6 миллионның жоғары қарай көліктер көретін шығарсыздар. Жігіттер мен қыздар, аға әпкелер, енді бүгінгі ролик осымен соңына дейін кеп қалды. Мына аптада көріп отқан формат ролик бізде сәл де болса басқаша. Оның да себептері Toyota Camry'дің документтерін біз ПФС-пен алып келген болатынбыз. Енді сол бүгінге дейін сол номер алынбай жаңа жігіттер кетіп, сол жаңа мен досым атына аударуға кеткен болатын. Сол себептен машинамен ары бері шыға алмаймыз, документ жоқ. Сонымен осындай роликті сіздерге сыйлауды, көрсетуді жөн көрдік. Дегенмен енді олар күтетін болса, ролик тағы да ертеңге шығып кетеді деген сияқты. Сонымен жігіттер сіздерді ұзақ күткізбейін деп осындай ролик шығардық. Жақсы, аман болыңыздар. Сіздермен болған. Простите, ребята. Ассаламу алейкум.